өте бақытты отбасы туған күн атап барлығы ұйқыға кетеді. Және осы кезде олардың есік алдынан сыртынан қорған ретінде қойып қойған қоңыраулар шылдыр еткенде әкесі атып оянып тіпті басқаларын да оятады. Барлығы жанталасып, тезірек қашыңдар, сыртқа қарай қашыңдар, жертөлеге барып тығылыңдар деп. Солай барлық бала-шағалар жертөлеге қарай қашады. Ал анасы, әкесі мылтығын алып дайындалады. Бұл неше жылдан бері істеп жүрген қас жауы десек болады. Бұл отбасының қас жауы, яғни бұл отбасының анасының бұрынғы күйеу жігіті болған екен. Руфат деген оның әйелін тартып алған, яғни 2 жас қосылады. Осы 2 жас қосылғаны сол үшін, осылардан жау кек алу үшін, осы әйелден кек алу үшін балалары болса да неше жылдан бері іздеп қуғын сүргінде өмір сүрген. Осылайша балалары барлық қауіпті алдын ала біліп, және анасы барлық балаларымен қоштасып, барлық балаларын жертөледегі құдыққа көмеді. Ешқайда шықпаңдар, өтінемін, осы жерде қал деп. Тіпті үлкен қызына, сен балалардың ендігі кезек анасысың, ешқайда шықпа деп барлығынан жылап қоштасып, өзі әлгі жексұрынға барады. Ол жексұрын кезінде осы қызды қорлаған екен, менің қалыңдығымдың деп. Десе де, зорласа да, өзінің сүйген қаншығы Руфатқа барады. Бұл оның күйеуі, қанша жерден әйелін басқа біреуден қорласа да, өз әйелін сүйіп, 6 баласы бар. 2 ұлы, 4 қызы бар. Осы жерде қинап жатады. Мен сендерді тозақтың отына жіберем, тіпті қазір екеуіңді де бірге тозаққа жіберем, артыңнан балаларыңды жіберем деп. Сондай айқай-шу болып жатыр осы жерде. Бұл кино өте қызықты екен. Өз басым жүрегім ауырып көрді. Соншалықты қатыгез болуға бола ма? Тіпті кек дегенде де ұмытып кетуге болады ғой. Ал мына арсыз әлі күнге дейін кегін ұмытпаған. Бұл жас кезінде Руфат екеуі бала. Әйелдің аты Бала болады. Руфат пен Бала жас кезінде кездесіп қашық болған бір-біріне. Бірақ бұл қашықтықтарына шыдамаған кек алушы әлгі арсыз екеуінің ортасына түсіп, осы жерде еріксіз екеуін екі жаққа алып кеткен екен. Бұл байдың баласы болуы мүмкін. Өйткені адамдар бар, бандит, баскесер баланы сүйреп көлігіне апарып, оны басқа үйге апарып, және қорлық көрсетеді. Және Руфатқа ендігі жерде сенің аяғыңды сындырамын, өлтіріп кетемін деп кәдімгідей угроза жасайды. Ал мына жерде баланы қорлап жатқанын көрсетеді. Бұл баланың тұңғыш қызы осы қорлаған адамнан болу керек. Руфат пен Балаға айтып жатыр: сендер кімсіңдер, ақымақсыңдар ма? Мені кім деп ойладыңдар? Мен қанша жыл өтсе, мен еш уақытта кекті ұмытпаймын. Мен сендерге қаншалықты қалай бере жаза беретінімді көрсетемін дейді. Бұлардың осындай тұруына Зылиха деген қыздары себепкер болады. Осы қызының бір сүйген жігіті болады, ізінен қалмай аңдып жүріп, ақыры Зылиханың тұратын жерін, әке-шешесінің тұратын орындарын айтып берген. Сол үшін де бұл ақымақтар, азғындар осы үйді тауып алды. Солай барлық адамнан кек алып, өш алып, барлығын қырып жойып, барлығын өлтірді. Руфатты да өлтіріп тастады, анасын да өлтіріп тастады. Бір уақытта әке-шешеден айырылып қалды балалар. 6 бала жетім қалды. Ал мұнда мен әкеме барам, шешеме барам, оларды құтқарам деп ұлдары жатыр, айқайлап жатыр. Ал оны әпкесі тыныштандырып жатыр. Жетер тиеш, бауырларың үшін тынышталуың керек дейді. Бірақ сонда да қоймай, ақыры есікті балғамен ұрып тарсылдатып, осы жерде тарсылдатқан кезде сырттағы баскесерлердің біреуі естіп, қолына қолшаммен осы жерге келе жатыр. Ал бұлар уже шықты. Өйткені мен барамыз, әке-шешеме барамыз деп тыңдамай жатыр. Шыққан бойда алдынан баскесер шығады. Бұл жас бала ешқандай себепсіз ол нәрсені ұрып өлтіріп тастайды. Ал мұнда әлгі баскесердің бастығы осы жерде үйдің ішіндегі отбасылық семьяның суретін тауып алды, және 6 баласы бар екенін білді. Ал мұнда Зылиха әке-шешесінің өлі денесін көріп тоқтап жылап қалды. Тіпті оның артынан ағасы келді, ол да тоқтап тұрып жылап қалды. Одан кейін әпкесі, үшеуі де барлық шындықты білді. Әке-шешесінің ендігі жерде не болғанын көрді. Осылайша не істерлерін білмей, әлгіде орманның ішінен қарап тұрады. Сосын барып артынан бәрі жақсы болады, жүр кеттік, бауырларың үшін оларды біз қорғауымыз керек дейді. Осылайша бауырларын алып қашуға тырысады. Ал орманның ішінде қашып бара жатқан Зылиха өзінің жігітінің биті көкпек осы жерден көріп қалады жігітінде. Өте қызықты жалғасы бар. Көрсетеді. Бұл кісінің аты Хешмет. Ол Стамбулда тұратын шағын кәсіптері бар кәсіпкер. Ал мынау Джахвет және Юсуп оның үлке туған ағасы мен ұлы. Юсуп Хешметтің туған ұлы. Бірақ екеуінің бастары піспейді. Тіпті өзінің туған ағасымен де Хешмет араласпайды, яғни Джевкетпен. Ал мұнда балалары осындай жүк көлігіне қамалып Стамбулға келді. Бірақ осы жол полициясы тексеремін, документтерін тексеремін дегенше орман жаққа қарай қашып үлгірді. Ал бұнда Стамбулда әлгі Хешмет
осы көше адамдарымен кездесіп өзінің мәселелерін айтып немесе тиісіп қалып бір жүрген жері ұрыс керіспен жүреді екен. Ал бұның қарындасының не істеп не қылып жатқанын әлгі көшедегі ер адам қарындасының басқа еркекпен тұрғанын көзбен ымдап көрсетті. Басы қаны басына шапқан Хешмет қарындасы Нежланың қасындағы еркекті сүйрелеп, тіпті қолына пышақ алып, қайшы алып бұны қорқытпақ болды. Ендігі осы жерге келсең, аяғыңды сындырамын, жаныңды аламын деп көшедегі үйлердегі барлық көршілер осы Хешмет пен Нежланың не бүлдіріп айқай-шу шығарып жатқанына барлығы қызықтап қарап тұр. Қарындасы менің ешқандай кінәм жоқ, мен ештеңе істемедім деп Нежла ақталып жатыр. Ал ағасы оның түгін қоймай ұрысты. Ал мұнда ауылдан келген орман ішіндегі балалар тіпті аяғында аяқ киімдер жоқтығын, Злиха болса аяғына коламен аяқ киім жасап беріп жатыр. Және тегін көшедегі мусордағы киімдерді киіп, аяқ киімдерді киіп, осы жерден барлығы келе жатыр. Үстерінің барлығы сасық, әрине. Көше адамдары ыңғайсыз көзбен, біртүрлі көзбен балаларға қарап жатыр. Рэмзи болса үйінде де айқайлады. Бұл жерде айқайлау себебі үлкен ұлы Джеддеттің беріп жүрген тамағын ұқсатсыз айтпай бергені үшін қолына жеп құсып, одан қалса сен неге менің Дженбетпен араласасың? Ол адам өлген, ол кісі көшеде қалған қорғансыздар не істерлерін білмей мешіттің алдына келіп, мешіттің ішінен жуынып, осы жерге түнеуге шешім қабылдады. Өйткені баратын жерлер жоқтығын. Барлығы жуынып, тазаланып, мешітке аналарына дұға оқып, және осы жерде жайнамазды үстіне қосып жатты. Үстеріне жамылып ұйқыға кетті. Ұйқыға кетпес бұрын барлығы аналары мен әкесі үшін дұға жасап, Аллахтың өзінен пана тілеуін және ендігі уақытта бақытты болуын тілеп көз жасымен. Осы кезде мешіттен ән айтып жатқан кішкене ғана балым еді. Оны мешіттегі имам естіп қалып, өйткені барлық ауданға естіп жатқан. Содан кейін балымға келіп, сендер кімсіңдер? Бұл жерде не қылып жүріңдер? Өйтіп айтуға болмайды деп, ұйықтап жатқан балалардың барлығын оятты. Қазір мен сендерге полиция шақырамын. Сендерге қандай көмек барлығын полиция ұйымдастырады деді. Полиция деген сөзді естіген балалар имамның киініп келемін дегенше тіпті көзқарасын жоғалтты. Олар барлық жерден ұста Аслан ағаны іздеп жүр. Алайда Аслан ағасы Джекпе деді. Бірақ оны ешқайсысы білмеді. Күні бойы іздеп қарындары ашқан. Аға, бізге қарнымыз ашты, тамақ тауып бер дейді. Осы жерде Джемо тамақты қайдан аларын білмей, барлық көшені базарды аралады, бірақ ешкім тегін тамақ бермейді. Сол кездері шаурма, яғни кебаб жасап жатқан кісіні көреді, бірақ ол мысықтарға деп жуынды қосылған тамақты осы жерде мысықтарға арнайы әкеп беріп жатты. Джемоның қанша намысы болса да жылап, бауырларым үшін деп мысық жеген тамақты алып қаша жөнелді. Өйткені ол тамақты көргендер ұрсуы мүмкін деп. Солай кеш бата бауырларына әлгі тамақты әкеліп барлығы жейді. Бірақ өзі көзіне жас алып, бауырларына шындықты айта алмады. Азизе болса өзінің Джемоның қаншалықты өтірік айтып отқанын да білді. Қайдан алдың деп сұрайды. Бір аға берді. Бауырларым аш деп едім, осынша тамақ беріп жіберді деп алдады. Басқа бауырлары мәз болып, ағасының әкелген тамағын жеп отқан кезде Азизенің алдында тістелген, мусорға кеткен, шіріген осындай үлкен берет шығады. Жаймен ғана, ақырын ғана, ешкімге білдіртпей, және ол беретті артына ғана қойады. Сол кезде ғана көзбен барлығын түсіндіріп отырады. Амалсыздан мысықтың берген тамағын барлығы жеп, кішкене болса да қарындарын тойдырады. Эмрақ деген су жұқпас және адамды алдап кететін осы балалардың шұбырып жүргенін көріп, осыларды алдайды. Өйткені Азизенің қолындағы алтын білезікке көзі түскен. Тоқпақтай алтын білезігі бар адам қалайша кедей жүреді деп адайы осылай өтірік алдап бір үйге кіргізеді. Бұл үйдің иесі гүлдерді суарып қой деп берген екен кілтін. Бұны пайдаланған Эмрақ осы жерде тағы да Юсуп
келіп көмектеседі, өйткені үй иелері бұларды қуып шығады. Енді не істеймін, білесіз қайда деп жылайды. Ал мұнда Азизенің әкесі және оның әжесі, олар қайда, қашан менің немеремді алып келесің деп өз ұлына қарғыс айтып жатыр. Немеремді, яғни Азизені тауып әкелесің деп қуып шығады үйден. Мейрамды Юсуп балаларды өзінің әкесіне айтпай жертөлесіне, яғни кәріз жүйесіне әкеліп, осы жерге паналатады. Жалғасы бар.